Ей достым, бұл қолшаймен ойын оқиғасының екінші бөлімі. Егер сен жаңадан келген болсаң, немесе әлі көрмеген болсаң, бірінші бөлімінің сілтемесін анықтамаға қалдырамын. Бүгін біз Шарлоттаға не болғанын білеміз. Ал видеомыз бастайық. Талдар арасынан біреуді байқағандай болдым. Тану қиын еді, бірақ Шарлотта ма деп ойладым. Себебі оның ұзын қара шашы, үстінде ақ киімі бар еді. «Шарлотта, мен сені көріп тұрмын», деп айқайладым. Ол болса сол күйі ағаштың артында дыбыс қақпай тұрды. Қолшамды соған қарай жағып, тағы да шақырдым. Сонда да қимылдаған жоқ. Жартылай талдың артында тығылып маған қарап тұрды. Мен одан барынша алыста едім, бірдеңе байқау үшін. Бірақ оның басы майысып, бір ағаштың артынан тығылып қарап тұрғандай болды. Уақыт өте қимыл салып та тұрды. Осынысы бір түрлі болды. «Шарлотта, шық!» деп айқайладым. «Ей, бітті! Шарлотта орманның артында, бірақ шықпай жатыр», деп балдарға жеткіздім. Артымда досым Дастан тағы да басқа балдар келіп, олар да Шарлоттаны шақыра бастады. «Шарлотта, мұнда кел!» деп досым Дастан шақырды. Бірақ Шарлотта орнынан қозғалған жоқ. «Шарлотта, жағдайың жақсы ма? Не болды саған? Мұнда кел!» Ол бір сәтке денесін тік ұстады да талдардың артына жоқ болып кетті. Біреудің жүрген дауысын естідік, бірақ ол бізге жақындап атқан жоқ, алыстап атқан сияқты болды. Дастан оның есімін айқайлап, артынан орманға қарай жүгіріп кетті. Қолына қолшамды беріп жібердім. Маған тағы да қорқынышты болып кетті. Себебі болып жатқан жағдайдың бәрі шынайы емес құсап көрінді. Мен Букиндердің үйіне барып, әкесі шыққанша есікті қағып тұра бердім. «Буки мырза, Шарлотта орманнан шықпай жатыр. Менің ойымша бірдеңе дұрыс емес сияқты», дедім. Менің сөзімді қаншалықты шын қабылдағанын білмеймін. Бірақ бір сәтке кіріп кетті де қайтадан үлкен қолшаммен шықты. «Оның қайда кеткенін көрсет», деді маған. Оны соңғы рет Шарлоттаны көрген жеріме алып келдім. «Ол осы жерде еді, ағаштың артында тұрған еді», дедім мен. Бірақ ол өзіне жағдайы нашар немесе бірдеңе болғандай болып тұрды. Басқа балдар оның есімін атап жүр, ал Дастан орман арасында қолшаммен іздеп жүрді. Буки мырза солардың артынан кетті. Олар орман ішін шамамен 15-20 минут қарап жүрді. Бір кезде Буки мырза Шарлоттаға шықпаса жазалайтынын айтып шымырып жүрді. Қазір ойын туралы ешкімнің де ойында болмады. Жай ғана жиналып орман сыртында қарап тұрдық. Біраз уақыт өте ағаштар арасынан Дастан қолшамның қуаты таусылды деп жүгіріп шықты. Оның артынан Буки мырза да шықты. «Ойын бітті, балалар. Үйлеріңе барып, ата-аналарыңа менің қызымды табуға көмектесін деп, тағы да қолшамды алып шықсын деп айт», деді. Барлық балдар үйлеріне жүгіріп кетті. Менің әкем бірден 3 қолшам алып шықты. Ал анам болса үйдің артқы жағының жарығын жағып қойды. Орманға жарық түсіп тұрсын деп. Мен үстел үстінде абыржып отырдым. Анам келіп мені жұбата бастады. Мен оған орманда таныс емес қолшаммен жүрген біреуді кездестіргенімді, одан қалай қашып кеткенімді айтып бердім. Шарлотта соған кезіп қалмаған болса екен, дедім. Буки мырза полицейлерге қоңырау шалып шақыртып алды. Полицейлер иттермен келіп орманның барлық жерін қарап шықты. Бірақ ешқандай із таппады. Анам әкеме мен айтқан оқиғаны айтып берді. Ал әкем оны полицейлерге айтты. Түбінде арыз жазылып, полицейлер мені таныс емес адам бірінші байқаған үйге алып барды. Бірақ үй иелері ұйықтап жатты. Және ауламызда не болғанын білмейміз, деді. Полицейлер аймақтағы үйлердің тұрғындарын бәрін сұрап шықты. Бірақ ешқайсысы ештеңе көрмегенде, естімегенде. Орманның арғы бетінде тас жол болатын, көбіне үлкен жүк көліктер жүретін. Осы жағдайдан кейін 2 күн өте
толып тас жолдың арғы бетіндегі ағаш өңдейтін зауыттың қасындағы қалдық тастайтын құдықта Шарлоттаның денесін тауыпты. Ата-анам маған ақыл есіме зияны келер деп ештеңе айтпапты. Келесі күні мектепте Дастан маған бәрін айтып берді. Айтуынша, Шарлоттаның мойын омыртқасы сынған дейді. Тағы да денесінің көп жері кесілген деседі. Мұндай жантүршіктілер жағдай біздің шағын ауылымызда бұрын-соңды болған емес. Полицейлер тас жолды бірнеше күнге жауып тастап, жүк көліктерге тексеру жүргізіп жатты. Ата-анамыз бізге енді ойнамайтынымызды айтып ескерту жасады. Біз де қарсыласпадық. Әлі күнге сол күн есіме түссе, Шарлоттаның түрін ойласам, денем қалтырап кетеді. Көзі кеуіп, бет-әлпеті көгеріп кеткен. Менің ойымша, сол уақытта Шарлотта талдың артында тұрғанда өлі болған. Ал оның өлі денесін ұстап тұрған адам мені алдап орманға шақырып алмақшы болған.